Тігіншінің әңгімесі. Мен осы өлген бүкірге кездеспей тұрып, бір тігіншінің үйінде қонақта болдым. Барлық қаладағы тігіншілер сонда жиналып еді. Күн шыға бергенде, асты даярлап, енді қол соза бергенде, сән қой, әдемі киінген бір ажарлы жігіт кіріп келді. Сүйегі сұлу, сымбатты жігіт екен. Тек бойындағы кемісі, аяғы ақсақ. Біз амандасып орын бердік. Ол отыра бергенде бұрыннан қалада тұрған бір қыдырмашы да бар еді. Сол шыға жөнелді. Отырғандар, «Ау, қайда барасың?» десті. Келген сән қой жігіт те отыруын тіледі. Оның неге кетіп бара жатқан себебін сұрады. Ол жауап бермеді. Бар болғаны, «Мені тоқтата көрмеңіздер, менің азап көруіме себепші боласыздар» деді. Келген жігіт таңырқап, «Бұл кісі Бағдаттан келген болар, болмаса неге мұнша сасады?» деді. Отырған жұрт кетемдеушіден уақиғаны сұрады. Қыдырмашы үндемеді. Келуші, «Брадарлар, ол айтпаса мен айтайын. Бағдатта тұрғанымда осы кісімен бірге үлкен бір уақиға өткен. Мына аяғымның ақсақ болуына да сол себепкер. Менің еткен сертім бар. Егер сол қай жерде кездессе, өлтірмек едім. Өлтірмесем, ол тұрған жерде мен тұрмақ емеспін. Бағдатта ол тұрса, мен тұрмаймын. Мен тұрсам, ол тұрмайды». Отырған жұрт оның бағдаттық екенін білді. Отырғандар әңгімені сұрады. Кетемін деген кісі үрейленіп, тынышы кетумен болды. Жігіт әңгімені бастады.